Ерте заманда бір адам болыпты. Ағаштан түйін түйген, 10 саусағынан өнері тамған шебер екен. Әйелі екеуі келістіріп соғылған еңселі үйде бақуатты тұрыпты. Бірақ қабақтары жазылмай үнемі тұнжырап жүреді екен. Оның себебі олар бір перзентке зар болса керек. Қаңыраған үйде екеуден екеу іштері пысып, көп уайымдағанмен, құдіреті күшті Алланың маңдайға жазғаны ғой десіп, тағдырдың салғанына көніп жүре беріпті. Тек кейде ерлі зайыпты екеу қосылып, шіркін, мына көңілсіз тіршілікке әр кіргізіп, көңілімізді демдеу үшін қайтпек керек, деп әңгімелесіп қояды екен. Бір күні әйелі күйеуінен тірі бала сияқты қуыршақ жасап беруді өтініпті. Қол боста ермек қылып отырар едім, дейді. Шебер зайыбының сөзін жерге тастай алмай, неше күн бойы тынбай жұмыс істеп, ағаштан ойып, үлкен қуыршақ жасапты. Қуыршақ аса әсем болып шығады. Бойы, дене бітісі бой жеткен қыздан аумайды. Шебердің жұбайы сандығына тыққан небір асыл маталарын алып, қуыршақ қызға сәнді киім-кешек тігеді. Киіндіріп, жасандырып қойғанда, қуыршақ ұзатылар уақытысы жеткен қалыңдыққа ұқсайды да қалады.